Өзім жойылып кетпес үшін мындай жұмыстарды ұсынамын. Бірінші, жануарларды қорғау. Ол үшін ұлттық парктер мен қорықтар санын көбейту керек. Сонда олардың ортасы сақталады. Екінші, күресу. Жануарларды қорғауға қарсы заңды күшейту керек. Заңсыз аң аулауға қарсы күресу керек. Үшінші, білім беру. Халыққа, оқушыларға табиғатқа, жануарларға қорғау туралы түсіндіру керек. Төртінші, зерттеу жүргізу. Қазақстанның мекендейтін жерлерін, қарақұйрықтың мекендейтін жерлерін зерттеп, оларды сақтау үшін жоспар құрып жұмыстану керек. Бесінші, көбейту. Арнайы бағдарлама немесе жоспар құру арқылы қарақұйрықтың санын көбейту қажет деп ойлаймын. Қорытынды. Себебі қарақұйрықтың еті сапалы, терісі бағалы. Бұл жануарларды көбейтетін алу керек. Себебі ол өте қымбатты жануар. Қазақстанда жойылып бара жатқан жануарлардың бірі қарақұйрық. Ол сұлу шөлде өмір сүреді. Ол Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Қарақұйрықтың саны күрт азайып кеткен. Себебі адамдар оны атып алған. Мен бұл ақпаратты табиғи